Олымда хронический фарингит, тамақ аурадан кейін қызымда да сол, бәрімізде де барлық балада сол айынан басталды. В основном көбінесе енді антибиотикпен емдедік. Сәлеметсіз бе? Мен аты жөнім Эльвира болады. Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласынан болам. 3 балам бар. Тұңғышым ұл, одан кейін 2 қызым бар. Өзім негізінде медицина саласында жұмыс істеймін. Қазіргі таңда роддомда жұмыс істеймін. Бізде бәрінде білесіз ғой, кішкентай балада көбінесе тамақтан басталады әр нәрсе. Ұлымда хронический фарингит, тамақ аурадан кейін қызымда да сол, бәрімізде де барлық балада сол айынан басталды. Міндетті түрде антибиотиктен басталдық. Антибиотик ішті, қосымша витаминдер бердім. В основном көбінесе енді антибиотикпен емдедік. Антибиотик ішкеннен кішкене неттікте уже баланы асқазанның жоғалтып аламыз, енді құртып аламыз дегендіктен қосымша баланың иммунитетін көтеру үшін осылайынан не ішкізсем, не берсем екен деп ойладым. Интернет желісінен Дарамаринді қарадым. Бірнеше уақыт бақыладым, қарадым, отзывтарды оқыдым, көрдім. Одан кейін консультация алдым. Консультация алғаннан кейін бір рет ұлыма, қызыма заказ беріп ішкісі бастадым. Одан кейінгі уақытта біраз уақыт үзіп тастағаннан кейін міне енді кішкентай қызым өмірге келгеннен кейін 1 жасқа толарға тақау уже бізде қайтадан басталды. Суық тиді, тамақ ауырды, жөтеле берді, сырыл пайда болды. Содан кейін қосымша қайтадан Дарамаринді заказ беріп өзім берейін дедім. Білген уақыттан бастап Дарамаринді міне ішіп бастап келе жатырмыз, бұйырса 2-3 жылдай болды. Байқағанда бірінші иммунитет жағынан, иммунитеті кішкене дұрысталды, одан кейін тәбеті жақсарды, тамаққа деген тәбеті жақсарды. Кішкентай қызым өйткені қосымша тамақтар бере бастаған кезде өте жақсы жеген жоқ, кішкенеден ғана жеген. Міне қазір тәбет ашылды. Және ауырған кезде жеңіл түрде өтіп жатыр. Дамы жағынан жақсы, ешқандай проблемасыз ішіп аламыз. Бәрі звондап, хабарласып сөйлесіп отырады. Тапсырыс бергеннен кейін менде уже ертеңінде 1-2 күннен кейін уже әкелеміз деді. Тез келеді өте. Нәтижесіне өте ризамын. Ары қарай да жалғастырамыз. Курсты енді бастадық, бұйырса. Курсты толығымен аяқтап, ортасынан үзіліс алып, тағы да ары қарай ішеміз деген ойдамыз, бұйырса. Дарамарин ұжымына көп рахмет. Алыс жолдан өстіп бізге Семей қаласына келіп жатыр міне. Мың алғыс сіздерге, жолдарыңыз болсын, коллективтарыңызға табыс, және ұжымдарыңызға көп рахмет айтамыз, сәлем айтамыз. Биіктен көріне беріңіздер, әрқашан бізді қуантып жүре беріңіздер.